Құрметті отандастар, сіздерді Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогика университетінің ұжымы атынан, өзім атынан үлкен мереке 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қазіргі таңда қазақтың байтақ жері 130-дан астам ұлт өкілдерінің мекені болып табылады. Сондықтан 1 мамыр күні біз үшін ерекше мереке. Біздің Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогика университетінде өзге ұлт өкілдерді жұмыс атқарады. Ол Дмитриюк Наталья Васильевна, ол Руяткина Татьяна Михайловна, ол Аға Паша Мырза, ол Наралиева Шахло Жамаловна. Бұл кісілердің барлығы да бірлігі жарасқан Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогика университетінің мақтаныштары. Қазіргі таңда біздің университетімізде 6 факультетінде бірнеше ұлт өкілдері білім алуда. Әрине олар біздің белсенді студенттеріміз. Әсіресе орыс халқының өкілдері, өзбек халқының өкілдері біздің барлық іс-шараларымызға қатысады, белсенді студенттер болып табылады. Біздің студенттер үйімізде сол бірнеше ұлт өкілдері тату-татты өмір сүріп келе жатыр. Сондықтан олар да болашақта ел бірлігін сақтайтын халыққа айналады деп сенімдеміз. Сіздерді 1 мамыр Қазақстан халқының бірлік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Құрметті Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің ұжымы сіздерді 1 мамыр Қазақстан халқының бірлік мерекесімен, Түркменстан шетел азаматы өкімінде бірлік мерекесімен Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің ұстаздарына барлығыңызды шын жүректен құттықтаймын. Мен Алмышков Бахромжан, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің 2-ші курс студентімін. Елбасымыздың достық саясатын құптаймыз және онымен мақтанамыз. Болашақта да оның туын биіктерден көрсетуге тырысамыз. Сіздерді Қазақстан халқының бірлігі күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бірлік бар жерде тірлік бар деген халқымыз. Тіліміз басқа болғанмен тілегіміз бір. Sen üçün tuğdum, şirkin ay, dudarayım dudum ay. Şirkin keremet өлең, ya. Бірақ бір түсінбейтінім, қалай орыстың қызы қазақтың қара домалақ баласына ғашық болған? Сен білесің бе, Айбек, махаббат пен достықта ұлтқа бөлінушілік деген ұғым болмайды. Себебі оған Абай атамыз болған былай деген:
Махаббатпен жаратқан адамзатты, сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, хақ жолы осы деп әділетті деген екен. Кешегі мысалға қазақ зиялылары Алаш көсемінің бірі Әлихан Бөкейханов өзінің жары ретінде Яковтың қызы Ольганы үйленіп, яғни шаңырақ көтерген жоқ па? Ал енді сосын барып Қазақстанның, яғни Түркістан автономиясының көшбасшыларының бірі Мұстафа Шоқай атамыздың өзі Мария апамызға үйленген, шаңырақ көтерген. Ал енді осы Мария апамыз Мұстафа Шоқай атамызды ешқашан қиын кезде қалдырып кетпей, жанынан үнемі тауып отқан батыр аналарымыздың бірі болған. Осының өзі махаббатта және де достықта ұлтқа бөліншілік деген ұғым болмайтынын дәлелдеп тұрған жоқ па? Бәрекелді. Жалпы мына әлемде махаббат пен достық қатар жүреді десеңші. Достық демес өзіне достық туралы өлең айтпасқа? Келді қосып өлең айтайық. Досым, жаныма адал менің досым, тағдырдан табам дедім досым, арналсын жүрек әндерім саған менің. Досым, мен үшін жанашырдай досым, бір үйдің баласындай досым, сыйласып өтейікші біз дәл осылай. Өлшеулі өмір дейтін мынау майдандарда, қосады дейді біздей досты пайғамбарда. Сен аман бол, сен аман бол, жанымнан ажырамай жүр менің досым. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлік күнімен құттықтаймыз!